адамның қаржылай өспеуіне, көп ақша таппауына ұстап тұратын бізде 5 убеждение бар, иә. Бұл 5 убеждение менің ойымша кез келген адамда бала кезден қалыптасады, және де осы убеждение адамдар алып тастаса, көп ақша табады. Кейбір кәсіпкерлер ол убежденияларды өзі байқамай алып тастады. Сондайлардың бірі мен, иә. Даму жолында жүрген кезде осы 5 убеждениені мен өзім байқамай алып тастағам. Бірақ та ол затқа мен көп уақытымды құрттым да. Ал бүгінгі видеода мен осы 5 убеждениені нақты тізіп айтып беретін боламын. Және сіз каждыйына, яғни әр қайсысына сіз тоқтап, әр қайсысына назарыңызды бөліп, сол убежденияларды өзгертсеңіздер, яғни нанымда, қазақша айтқанда нанымды өзгертсеңіздер, сіздерде ақша табу, жалпы жұмыс жасаған кезде өте қатты көмектеседі. Және де әрқашан қарыздан қарызға, кредиттен кредитқа, яғни қаржылай сіздер плюста жүретін боласыздар. Неге? Себебі мен өзім байқадым да өмірде, көп адамдар көп ақша табады, бірақ соның өзінде кредит қарыздары бар. Бұл өте тиімсіз, өте неэффективно. Ал кейбір адамдар бар, көп ақша таппайды, бірақ оның финансовый жағдайы жақсы. Сол үшін бүгінгі сабақта, бүгінгі YouTube видеомызда осы тақырып бойынша айтатын боламыз. Есім Еркебұлан Болатов, Қазақстан нарығында отандық бренд, Сағат бренді Абырой компаниясының есімін, және де қазіргі таңда YouTube, Instagram желісінде өзімнің ойларымен, жалпы кәсіптегі өзімнің оқиғаларымен, жас жігіттермен, кәсіпті бастағысы келетін кісілермен бөлісіп жүрмін. Сол үшін де каналымызға тіркеліп кетіңіздер, және де бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер. Ақша табуға кері әсер ететін нанымдардың бірі, яғни убеждениялардың бірі, ол көбісі білетін убеждение, ол ақша, ол адамды құртады, ақша ол жаман, ақша көп ақша тапсам мен бұзылып кетем деген сияқты ойлар. Яғни бұл барлық мен ойымша қарапайым отбасынан шыққан адамдардың миында бар. Неге? Себебі біз бала кезден енді өзіміз көріп өскендей, ата-анамыз айта берді, анау бай, олар яғни жадный, олар ақша сараң, ақша бергісі келмейді, немесе байлар кедейлерді ойламайды, байлар қатал, қатыгез болады деген сияқты ойлар, немесе біз фильмдардан көрдік сол заттарды, көбінесе кедейлерді добрый қояды, байларды жаман көрсетеді. И осы зат, осы маркетинг біздің миымызға сіңіп кетті. Соның салдарынан қазір көп адамдар осындай оймен өмір сүреді. Енді бұл ой жалпы қай кезде пайда болып бастайды, мысалы менде қай кезде пайда болып бастады, мен өйтіп ойламадым негізі, мен жақсы ойлайтын, бірақ менің убеждение деген зат ол сенің ойың емес та. Убеждение деген зат, наным деген зат ол сенің ойыңнан да жоғарыда, яғни сенің подсознанияңда жатады да. Ол бұрыннан қалыптасып кеткен ойлар, оны өзгерту үшін уақыт керек. Яғни мен оны қалай байқадым? Жалпы мен ақша тауып бастаған кезде өзімді кінәлі сезініп бастаймын, прикинь. Мен ақша табам, өзімді кінәлі сезінемін. Неге екенін білмеймін. Ол қалай? Мысалы бізде алғашқы ақшамыз тауып, оны құртып бастаған кезде, жаңа таксимен жүрген кезде, өзіме ұнайтын киім алған кезде, өзіме ұнайтын тамақ жеген кезде, мен бірдеңе дұрыс емес. Яғни бірдеңе дұрыс емес сияқты, бәрі уақытша сияқты бұл зат, и мен өзім іштей жаман өзгеріп жатқан сияқты сезімдер болатын. Яғни осы зат менің бастапқы кезде өсуіме кедергі келтірді. Мен ойымша, көріп адамдарда осы зат бар да. Сол үшін айтарым, осы ойды өзгерту үшін күнделікті сіздер осы затты өздеріңіз миыңызда ұстап алып, и соны айтып отыруларыңыз керек. То, что ақша табу ол жақсы. Әлемде қарасаңыздар, мықты университеттерді салған, мықты қайырымдылықпен айналысатын, ең көп қайырымдылық берген адамдар ол миллиардерлар, олар кәсіпкерлер. Мысалы, мен ойымша, өмірде кедей адамның ешкімге пайдасы жоқ та шынымен де. Ол даже өз өміріне көмектесе алмайды да, ол өз өміріне әсер ете алмайтын адам, ол басқалардың өміріне қалай әсер ете алады? Ал біз білетін мысалдар, телефон, мысалы сіз қолдан социальный сеттің өзін айтатын болсақ, YouTube, Instagramның өзін бай адамдар істеген, яғни кәсіпкерлер істеген. Яғни бұл әлемді дамытып жатқан, адамдардың өмірін жеңілдетіп жатқан, көп адамдардың бақытты болуына әсер етіп жатқан, олар бай адамдар. Осы затты біз сіңіруіміз керек. Немесе мысалы жұмыс орны, көбісін мысалы қарасақ, жұмысты кім беріп жатыр қазір? Жұмысты адамдарға кәсіпкерлер беріп жатыр, Қаншама кәсіпкерлердің арқасында қаншама отбасы өздерінің күнін көріп жатыр, ақша тауып жатыр, өмір сүріп жатыр. Сол үшін айтарым, ақша табу жақсы, бай болсаң, керісінше сенің қолың ұзарады, адамдарға көмектесу мүмкіндігін көбейеді. Сол үшін де ақша ол жақсы. Осы убеждение бір. Екінші убеждение ол көп еңбек етсем, көп ақша табам, ақша табу үшін көп еңбек ету керек деген ой. И мен ойымша бұл ой өте қате. Мысалға алып қарайық, бір адам бар, таксист. Ол таксовать етеді, оның мысалға күніне орындай алатын заказ саны бар, ол адамның күніне орындай алатын заказ саны қанша? Ол адамның орындай алатын заказ саны, мен ойымша, бір
10 ары кетсе 10 адамды 10-15 адамды апарады и сонымен оның табысы бітеді, күніне 15 мың теңге 20 мың теңге табатын шығар ары кетсе. Ал бізде екінші адам бар, кәсіпкер, ол бір күнде мысалы 1000 адамды қамтамасыз ете алады. Мысалы бізде мен тіпті командамда кіммен де жұмыс істейтінін білмеймін, бізде сағатта қай клиент алып жатқанын білмеймін, мен білмеймін оны ешқайсысын. Неге? Себебі оны мен командам істеп жатыр, оны адамдар істеп жатыр, оны менің кәсібімнің системасы істеп жатыр да, мен білмеймін мүлде. Яғни мен айтатын затым, егер сіз кәсіппен айналыссаңыз, сіз өзіңіздің 24 сағатыңыз емес, сіз басқа адамдардың уақытын сатып ала отыра, сіз өзіңіздің табысыңызды арттырасыз. Сол үшін мен айтарым, кәсіпте көп ақша тапқың келсе, сен басқалардың уақытын сатып ал, немесе бір әрекет арқылы көп адамға әсер ететіндей әрекет жасауың керексің. Яғни көп еңбек етпеуің керексің, сен бір әрекетпен көп адамға әсер етуің керексің. Мысалы, қазіргі заманда мен ойымша өте үлкен мүмкіндіктер уақыты. Оны қалай білсек болады? Ол телефонда, мысалы бізде бір телефон алатын болсақ, бір телефонның арқасында біз бүкіл әлемге шыға аламыз. Мысалы, сіз қазір бір контент түсірсеңіз Қазақстанда, ол әлемге ату мүмкін да. Сіз Қазақстанда бір товар сатсаңыз телефонмен, бүкіл Қазақстан сата аласыз. Ойлаңызшы, сіз бір қалада отырсыз, бір ауылда отырсыз, сіз бір телефонмен бүкіл Қазақстанға немесе бүкіл әлемге өзіңіздің товарыңызды сата аласыз. Яғни бұл эффективно, бұл тиімді. Қара жұмыс істеуден, көп еңбек етуден қарағанда бұл тиімді. Сіз бір видео түсіресіз, ол миллион просмотр жинайды, оны миллион адам көреді, ойлаңыз. Сіз миллион адаммен сіз взаимодействие дейміз ғой, солай жасадыңыз да. Соның әсерінде сізде продажа ол жерден 20, 30, 50 продажа болуы мүмкін. Яғни мен айтарым, көп ақша табу ол көп жұмыс жасаумен тең емес. Көп ақша табу ол тиімді жұмыс жасаумен тең. Ол біздегі екінші убеждение. Және де осы убеждение менде бар екенін мен қалай байқадым? Мен жұмыс жасап жатқан кезде, бір кезде мен бәрін система қойып тастадым. Команда бәрі істеп жатыр. И мен бір досыммен келсем, кәсіпкер. И мен сұраймын ғой, менде істейтін жұмыс жоқ қазір. Бәрін команда істеп жатыр. Мен жаңа өзім қалаған кезде ұйқыдан тұрамын, мен дисциплина жоқ болып кеттім, мен өзімді жаман сезініп жатырмын деймін да. Сол кезде ол досымның айтқан мықты сөз бар да. Мен сол кезде танысым, ол кезде ол менен мықты болған. Қазір досым айтты, Еркебұлан дейді да, сенің міндетің ол системаны құру дейді да. Ол системаны құрғаннан кейін ол сағат сияқты өзі жұмыс жасай береді. Болды. Сағаттың тілі сияқты жұмыс жасай береді да, ол саған дальше ақша келе береді. Яғни сенің міндетің уже келесі системаны құруды ойлау керек, соны масштаб етуді ойлану керек. Сізге жұмыс жасамау керек дейді. Мен содан кейін түсіндім да, менде әлі сол убеждениелер бар. Қазір мен өзім кінәлі сезінбеймін, жұмыс жасамасам да, мысалы офисқа бармасам да, мен просто жатқаным үшін, ақша тапқаным үшін мен кінәлі сезінбеймін. Бұрын кінәлі сезінетінмін. Яғни осы сәт менде кетті уақыт өте келе. Сіздерде де ол уақыт өте келе кетеді. Біздегі үшінші убеждение ол мен ақша ұстай алмаймын дейтін адамдар. Мысалы бізде көп адамдарда ақша түссе бірден құрып тастауға тырысады, немесе бірден ақша, оларда айтады, менге ақшаны құрып тастамаса, мен бір жерге жаратып тастамасам, мен оны құрып тастаймын, жоғалтып аламын дейді. И мен айтарым, бұл тағы да көп адамдардың өмірінде бар убеждение, ол менде де болған. Яғни сен қорқасың, мысалы, ақша тұрса, мен бұны құрып тастаймын, мен бұны ұстай алмаймын деген ой. Бірақ мен жалпы қаржылай сауаттылық темасын зерттеген кезде мен түсінгенім, ең маңызды мәселе ол ақша қайда кетті болды. Яғни сен ақшаны құртуың керексің да, қай жаққа, одан да көп ақша табу үшін болды. Мысалы, сенде реклама бюджеті, мысалы сенде ай сайын реклама бюджеті құртатын 2 миллион теңге болуы мүмкін, сенде ақша бар. Сен ол ақша не істейсің? Сен товар ал, закуп жаса, жаңа ассортимент қос, рекламаны көбейт бюджетін. Мысалы команданың санын үлкейт, ассортимент қос, маркетплейстарға кір. Яғни мен бұл не айтам? Адам өзінің ақшасын ол жинамау керек та, жинаудан смысл жоқ. Ол инфляцияға ұшырайды, теңге құнсызданады. Смысл жоқ ақша жинаудан. Ақшаны әрқашан құрту керек. Бірақ қайда құрту керек? Көп ақша табуға болды. Осы бірақ жерге да. Өзіңе өміріңе керек ақшаны аласың, қалғанын бизнесқа саласың, болды. Өзіңе керегін аласың, өмір сүруге, қалған бизнесқа саласың. Сен сол арқылы тезірек өсесің. Яғни осы убеждение бізді тоқтатып тұрған нанымдардың бірі. Енді төртінші убеждение көп адамдарда кездесетін, мен өмірімде кездескен, ол үлкен ақша маған емес деген. Яғни адамдар айтуы мүмкін да, қалай ол үлкен ақша маған емес, барлық адам көп ақша керек қой, жоқ. Ол миымызда да, бағана айттым, ой мен біздің наным, убеждениеларымыз екі түрлі. Мен ойымда көп ақша жақсы, көп ақша болса мен үй ала аламын, көп ақша болса мен өзіме көлік ала аламын, көп ақша болса мен қымбат киіне аламын, өзіме ұнайтын тамақ жей аламын. Бірақ шын фактқа келген кезде ол зат олай емес. Ол қалай? Мысалы, көп ақша болса, сенде не ойланасың? Ё-май, көп ақша болса менде қазір
налогпен проблема болуы мүмкін. Мені біреу тонап кетеді, мен мысалы қымбат машина алсам, мен соғып кетеді менің машинамды, мен соғып аламын машинаны, жаңағыдай объем үлкен машина алсам, оны обслуживать ету керек, мысалы компаниям үлкен болса, сотрудник саны көп болады, сотрудник саны көп болса, мен оған зарплата төлеуім керек, менде ана жақта постоянно расходтарым көп болады деген сияқты үлкен масштабқа негатив тұрады да. Бірақ біз анандай зат түсінуіміз керек та, ол зат наоборот саған ақшаңды алатын зат емес, саған көп ақша әкелетін зат. Мысалы, сенің компанияң бар, сенің компанияда үлкен ақша табу үшін саған рисковать ету керек. Ол қалай? Белгілі бір блогермен мысалы коллаб жасауың керексің, ол блогермен коллаб жасау 5 миллион теңге тұрады. Саған 5 миллион теңге қазір ауыр болып тұр. Бірақ сен осы 5 миллион коллаб жасасаң, егер де сен оған дейін жасап көріп, кішкентай блогерлермен анализ жасап, ол жұмыс жасайтынын көрсең, жаңағы масштабқа шығуға саған керек болса, и сен онымен сезіп тұрсаң, көп ақша табатын, көп заявка түседі, көп заявканы обработка жасайтынын түсініп тұрсаң, тогда сен жасауың керексің. А көбісі не үшін жасамайды? Ол қорқады, қазір мен осы 5 миллион реклама аламын, көп клиент келеді, көп клиенттен жаңа доставка жетпей қалса не болады, товар брак болып қалса не болады, возврат болып кетсе не болады деген сияқты адамды масштабқа шығуға ұстап тұрады осы зат, түсіндіре алдым ба? Сол үшін біз миымызда күнделікті айтуымыз керек. Масштабқа шығу ол кайф. Бұл өмір ойын, бұл бизнес ол ойын. Мен ақшаны құртуым керек, айырылуға қорықпауым керек. Неге? Себебі мен бұл ақшаны өзімнің бизнесімнің өсуіне құртып жатырмын. Мен бұл ақшаны арзан жаңағыдай ойын күлкіге құртып жатқан жоқпын, керек емес, денсаулықты құртады, ішімдік, сондай заттар құртып жатқан жоқпын. Мен бұны бизнесімді өсіруге құртып жатырмын. Сол үшін де оны салам, көп ақша түседі, көп ақша түссе клиент возврат болмайды. Көп ақша түссе, как обычно, аз клиентті қалай обслуживать етін, көп клиентті де тура солай обслуживать етесің. Сол үшін де осы убеждениені күнделікті алып жұмыс істеуге тырысуымыз керек. Яғни басын айтқандай, ол нанымды алу, яғни убеждениені алу, ол ой емес. Яғни оны алу үшін сен просто күнделікті ойдың көп саны да, яғни убеждениені өзгерту үшін сен жаңағы өзіңе керек жаңа убеждение орнату керек, ал өзіңе керек жаңа убеждение орнату үшін сол зат бойынша көп ойлануың керексің, көп әрекет жасауың керексің. Болды. Сен түсіндің, осы видеоны көрдің, түсіндің, бірақ сен оны өзгертпедің әлі миыңды. Сен просто түсіндің. Енді күнделікті түсінуің керексің сен. Анау ой келді, ұстап қаласың, қайтадан түсінесің. Ой келді, ұстап қаласың, түсінесің. Түсіндіре алдым ғой? Яғни бұл ұзақ процесс. Ұзақ процесспен ойланыңыздар. Убеждение өзгерту ол бір моментте болмайды, ол ұзақ процесспен болады. Бесінші убеждение ол тұрақтылық, ол менікі, тұрақсыз өмірден қорқу. Мен ойымша бұл зат көп адамдардың көп ақша табуына кедергі болып тұрған ой. Тіпті кәсіпте жүрген адамдарға, тіпті менде де қазір түсіндіре алдым ба? Неге? Себебі осы зат сенде бар заттан айырылып қалмау, осы тұрақты өмір, уайымсыз өмір, осыны сен қалайсың да, бірақ іштей көп ақша тапқың келеді, түсіндіре алдым ба? Бірақ осы убеждение ұстап тұр да, мен сіздерге айтайыншы, сен мысалы Формула 1-нің несін алайық, мысалы алайық, Формула 1-нің гонщигі, пилотын алайық, Формула 1-нің, ол отырады, айдайды ғой, и ода жаңағыдай өмірін рисковать ету керек ол. Жаңа жерде углдарды срезать ету керек, ол қаттырақ жүру керек, оның машинасын жаңағыдай бір детальдарын, дөңгелектерін мүмкін жеңіл қою керек, бірақ ол қауіпсіздік жағынан жақсы болмауы мүмкін. Бірақ соның арқасында ол гонканы ұтады да. Неге? Өйткені ол өзінің өмірімен рисковать етіп жатыр да, сол гонканы ұту үшін. Тура сол сияқты өмірде де сен көп ақша тапқың келсе, по-любому комфорт зонасынан шығу керек. Ол онсыз болмайды. Мысалы сен қазір бір табысың бар, зарплата алып жүрсің, 300 мың теңге, 400 мың теңге, немесе кәсіппен айына бір 2-3 миллион теңге тауып жүрсің, бірақ сен масштабқа шыққың келеді да, мысалы 10 миллионға шыққың келеді, 20 миллион айына таза табысқа шыққың келеді, немесе зарплатада жүрсең, сен бизнес ашқың келеді. Енді бұл жерде сенде бәрібір де тұрақтылық деген затқа сен X қоюың керексің да, бәрібір де тұрақты болмайды. Түсіндіре алдым? Тұрақсыздықты жақсы көруіміз керек. Неге? Себебі сен тұрақсыздықтың арқасында сен қаттырақ үйренесің өмірді, қаттырақ түсініп бастайсың. Мысалы, сізде мысалы 2 миллион теңге тауып жүрсіз, сіз бизнесіңізді өсіру үшін сіз офисті үлкейтуіңіз мүмкін, команда санын үлкейтуіңіз мүмкін. Бұл тұрақсыздық береді ғой сізге расход, бұл. Бірақ бұл егер ойыңыз іске асып кетсе, сізге көп ақша келеді да, түсіндіре алдым ба? Жаңа маркетинг бюджетін көбейту тоже сізде мысалы комфортно болып жүрді оған дейін, бірақ күнделікті көбірек реклама ақша құрту үшін сізде көбірек рекламаға видео жіберу керек, көбірек реклама видео жіберу үшін көбірек креатив түсіру керек. Яғни бұл зат сізге дискомфортно болуы мүмкін. Сол үшін айтарым, тұрақтылық ол жақсы емес. Керісінше біз
тұрақсыздық бізге жақсы да, өйткені тұрақсыздықтың арқасында біздің өмірімізде өзгеріс болады. Иә, ыңғайсыз, иә, мүмкін жұмыс істеу керек болады, иә, мүмкін өзіңді онша емес сезінесің, иә, мүмкін бар ақшаң бизнесқа кетіп, өзіңді қауіпсіздік сезімінен айырылып қаласың. Бірақ мәселе көп ақша қалайсың ба сода. Егер де өскіңіз келсе, бәрі де тұрақтылықтан шығу керек. Найымда жүрсеңіз, жұмыстан шығу керек. Онсыз болмайды. Яғни осы 5 убеждение, 5 наным менің өмірімде ұстап тұрды мені, и көп адамдарды ұстап тұрды деп те ойлаймын. Сол үшін де осы затты сіздер түсіндіңіздер, қазір алдыңыздар. Ендігі міндеттеріңіз, ендігі сіздердің жасайтын жұмыстарыңыз осы убежденияларды қақтап өздеріңізге орнатып алып, күнделікті жұмыс жасау. Күнделікті. Сол кезде ғана ол өзгереді. Уақыт өте келе. Мүмкін бір адамдарда өзгеріп жатқан да шығар, бәлкім. И ол адам 2-3 аптаның ішінде ол кейбір убеждение нақты орнығады. Кейбір адамға жарты жыл керек, кейбір адамға 1 жыл керек. Бірақ ең бастысы осы затты сіздер осы убеждениялар миларынан алып тастау. Сол кезде сіздерде өте іште еркіндік сезіледі да. Ол еркіндікті мен сіздерге өз өміріме айтып берейін. Мысалы, өткен жолы менде бір досыммен кездескен кезде мен айтамын ғой, брат деймін да, бұрын менде көп ақша тауып жатқан кезде бұл уақытша сияқты. Мен бұдан айырылып қаламын, ертең бұл былай болмайтын сияқты менде іште сезім болды. Бірақ айтамын да, мен өзімен жұмыс жасаған арқасында менде ондай ешқандай қорқыныш жоқ. Мен хоть бизнестарым тартып алсын, иә. Мысалы, мен ақшамды тартып алсын, кәсібімді тартып алсын, бірақ мен ақша таба аламын. Неге? Себебі біріншісі біз реалити жасаған болатынбыз. Реалити дегеніміз, мен өз оқырмандарымнан бір адамды алып, сонымен жаңадан нөлден кәсіп ашқан болатынбыз. Біз бірінші реалитиде 10 күнде 5 миллион продаж жасап, 1 миллион 400 теңге таптық. Екінші реалитиде біз 12 миллион теңге продаж жасадық. Яғни бұл нені білдіреді? То, что мен өзім кез келген жерде, әлемнің кез келген нүктесінде өзімнің қабілеттерімнің арқасында мен ақша тауып кете беремін. Нөлден. Мысалы, бір товарды біреуден сұрай тұрасың, оған реклама видео түсіресің, жібересің. Америкада да сол система, Европада да сол система, Қытайда да сол система, Қазақстанда сол система. Яғни мен бұл системаны білем. Бұл ең бастысы осы да. И менде осы кедейліктен қорқу сезім кетіп қалды. Сол үшін де осы убеждениялармен жұмыс жасаудың арқасында менің өмірім шынымен айтайын сіздерге қаттырақ бақытты болды. Яғни бақытқа қаттырақ жақындатты. И мен өзіме еркіндік сезімін берді. Өйткені кез келген адам мен ойымша өмірде еркін болуға ұмтылады. Еркіндік ең маңызды инструмент деп ойлаймын. Бұл өмірдегі ақшадан да. Сол үшін де осы убежденияларды алып тастасаңыздар, сіздер ұшасыздар, прям еркін боласыздар. И кәсіптеріңіз міндетті түрде плюсқа жұмыс істеп бастайды. Мен оған 100% сендім. Егер де видео ұнаса, біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер тіркелген сайын, бізде подписчик саны өскен сайын біз 20 мыңнан асып кеттік. Мен өзім видеоны негізі для галочки түсірмеймін. Видеоны, мысалы, іште қалаймын, айтқым келеді бір ойды, соны айтамын. Яғни осылай шабытпен айтқан видеолар ешқандай усилиясыз болды. И соның арқасында ешқандай қиындықсыз 20 подписчикке жеттік. Сол үшін подписчик етіп қойыңыздар. Бұл подписчик нені көрсетеді? Ол менің жұмысымның тиімділігін көрсетеді. Қаншалықты менің видеоларым тиімді болып жатыр, қаншалықты пайдалы болып жатыр. И соған қарап мен түсіне бастаймын. Дальше жалғастыру керек. Және бұл зат маған ұнайды ең бастысы. Сол үшін де комментарийға ойларыңызды жазыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер. Келесі видеода көріскенше.